Дәрігер Сұлтан Мақсатұлы. Кабинеттің жағдайы жақсы, бәрі тыныш. Болды, онда пациентті кіргізейік. Саламатсыздар ма? Қош келдіңіздер. Менің есімім Сұлтан Мақсатұлы болды. Бұл қасыңызда кім болды? Саламатсыз ба? Бұл менің қасымдағы менің ағам Ерхан. Саламатсыз ба, дәрігер? Бұл менің інім Ерасыл еді. Соның жағдайы мазалап тұр. Жақсы, отырыңыздар. Ал Ерасыл, сізде қандай мәселе мазалап тұр? Мен өзімді жай сезініп тұрмын. Әлсіздік, бас ауруы және де температурам көтеріліп тұр. Сіздің температураңыз сонда қашаннан бастап көтерілген? Кеше кешкісін басталған. Таңертеңге дейін созылды бірақ. Так, онда сізде жөтел ауруы, жөтел, тамақ қышуы, мұрнан су ағу, мұндай жайттар болған жоқ па? Жоқ. Онда сізде үйде кім бар жалпы? Қандай жұмыс жасайсыз? Үйімде ата-анам, бауырларым бар. Өзім жұмыс жасамаймын, студентпін. Так, соңғы кезде ауыратын адамдармен байланыс құрдыңыз ба сіз? Иә, группамда бір бала ауырған. Так, Еркелон, осыған байланысты бір симптом қосаңыз. Жалпы жағдай орташа, аурулықта әлсіздікте көрінеді. Және де біздегі тері жабдықтары таза, бозғылт емес. Ондай қатты бозғылтық көрінбейді терісінен. Және де тамақ қызбаған, бадамша, без үлкеймеген. Және өкпесін тексерген жағдайда сырыл жоқ, тынысы қалыпты. Ал жүрегінің соғуы бұл жерде бізде сәл жиіленген сияқты. Жақсы, рахмет Еркелон. Ал жалпы Ерасыл, сіздің белгілеріңіз жерде, яғни жедел респираторлық вирус инфекциясы сәйкес келіп тұр. Бұл қатты қауіпті емес, бірақ сізге қаралу қажет болып тұр. Үйде кішкентай балалар бар еді, жұқпалы ма бұл ауру? Бұл ауру қатты қауіпті емес, бірақ Ерасылдың бөлек бөлмеде, яғни ыдыстары, сүлгісі бөлек болу керек оның. Жалпы сізге ұсыныс айтарым көп сұйықтық ішу, мұрын бітеліп қалса тұзды еркінен шаю, температурың 38-ден 5-ке асса ибупрофен, парацетамол ішу. Егер осы ауру 3 күннен асқынып жатса, жедел түрде бізге келіңіз. Сізге бәрі түсінікті ма? Иә, түсінікті бәрі, дәрігер. Ал енді сіздерді бір аптадан кейін осы жерде күтемін. Сау болыңыз, дәрігер. Сау болыңыздар.